Құрметті әріптестер, мен Ахатберген Ағарке Мұханқызы, Астана қаласы 52 Еркетай балабақшасының Қарлығаш ортаңғы тобының тәрбиешісімін. Бүгін сіздерге логикалық дамытушы ойындар атты тақырыпта панорамалық сабағында ұсынамын. Мақсаты балалардың логикалық қабілеттерін және шапшаң есептеу дағдыларын жетілдіріп, өздігінен жұмыс жасай алатын жеке тұлғаны тәрбиелеу. Міндеттері: баланы оқыс әрекетіне деген қызығушылығын арттыру, өз бетінше жұмыс жасау әрекетін қалыптастыру, қиялдау, елестету және шығармашылық ойлауын дамыту. Логикалық тапсырмалар арқылы жеке зейінін дамыту және қалыптастыру. Ойша тұжырымдама жасау. Мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ моторикасын дамыту үшін сөйлеуді, ойлауды, зейінді, көру және қозғалысты есте сақтауды үйлестіруді дамыту үшін Марбес тастарымен жұмыс істеуді ұсынамын. Романовтың зерттеуінің нәтижелеріне сүйене отырып, біз мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ моторикасын дамытудың ең ерекше және әдеттен тыс әдістерін таңдауға назар аудардық. Бұндай құрал ретінде Марбес тастарды таңдадым. Марбес тастары дегеніміз не? Марбес жалпақ, дөңгелек, сопақ немесе басқа пішінде де болатын жылтыр шыны шарлар. Атауы ағылшын тіліндегі марбелс сөзінен шыққан. Марбелс балшықтан, ағаштан, пластиктен немесе көбіне шыныдан жасалуы мүмкін. Олардың реңктері мен түстері әртүрлі болады. Марбес тастарын пайдалану мыналарға ықпал етеді. Біріншіден, баланың ойлау, зейін, есте сақтау, шығармашылық қиялын дамыту. Екіншіден, саусақ пен қол қозғалысын үйлестіруді, жазықта бағдарлауды дамыту. Үшіншіден, сөздік қорын байыту, фонетикалық бейнелеуді қалыптастыру. Төртіншіден, түстерді есте сақтау. Марбес тастармен жұмыс істеуді бастау үшін әртүрлі түстегі, пішіндегі, текстурадағы тастар жинау керек. Бұл мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ойындар мен жаттығулардың көп түрін әзірлеуге және қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, сипаттамасы бойынша табу, ұстап көру, тану, тақырып бойынша бөлу, түстері бойынша бөлу, пішіні бойынша бөлу ойындарын ойнауды ұсынамыз. Ал бұл жерде мен ұсақ моторикасын дамытуға өте ыңғайлы смарт киіз үй ойыншығын алдым. Бұл ойыншықтар балаларға қолдары мен саусақтарының қозғалысын басқаруды үйретуге көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар түс пен пішіндерді қабылдаудың дамуына ықпал етеді. Балаларға арналған смарт киіз үй ойыншықтары балалардың дамуына және өсуіне көмектескісі келетіндер үшін тамаша таңдау болып табылады. Нені дамытады? Ұсақ моториканы, пішіндерді тақтайшаға қою оңай болып көрінгенмен бала көп еңбектенеді. Балақай өз саусақтарын басқарып үйренеді. Екіншіден, сөйлеуді дамытады, себебі жиынтықта сөйлеу қорын пайдалы сөздер көп. Үшіншіден, шығармашылық пен қиялды, балақай пішіндерді өзі қалаған түсіне қоя алады. Бұл қазақи нақышта жасалынған өнімдер. Ал екінші смарт торсық. Бұл баланың қиялын, логикалық ойлауын және ұсақ моторикасын дамытуға көмектесетін қызықты ойын. Ақылды торсық ойын қызықты ойын ғана емес, сонымен қатар балалардың логикалық ойлауын, алғыртығын дамытуының тамаша тәсілі болып табылады. Мектепке дейінгі ұйымдарда дидактикалық ойын түрлерін пайдалану біріншіден балалардың білімін берік меңгерту құралы болса, екіншіден балалардың ұйымдастырылған іс-әрекетіне деген қызығушылығын, белсенділігін арттырып, білім сапасын көтеру болып табылады. Үшіншіден, балалардың танымдық процестерінің одан әрі дамуына көмектеседі. Карес сарайы ойыны бүкіл отбасы үшін логикалық басқаттырғыш. Шарты: Карес сарайына түстер бойынша қойып шығу. Мұнда балалар берілген тапсырмалар арқылы крышканың көмегімен өздерінің түстеріне байланысты жылжыту арқылы қойып шығады. Және де балаларға арналған білім беру ойындарының
карточкаларымен жұмыс жасадық. Бұл жерде балалар берілген карточкаларда не артық, не жоқ, соны табу арқылы балаларды түсіндіріп, карточкаларға қойып шықты. Бірінші суреттерді көріп, танысып, екінші карточкаларға қойып, түстін ажыратты, түрлерін айтты. Және мен өзімнің сабағымда балаларға қол моторикасын жылжыту арқылы ойындарды ойнатқыздым. Бұл жерде балалар өздері қабырғада ілініп тұрған ойындарды қол моторикасы жылжыту арқылы орындап шықты. Түстерін, түрлерін, сандарын, бейнелерін айтып, сөйлеуді дамыту арқылы кубиктарды түстерін, түрлерін қою арқылы ажыратты. Және мен келесі сабағымда өзімнің боялған асықтармен 1-ден 10-ға дейін санап, түрлерін, түстерін ажыратып айтқыздым. Және логикалық тапсырмалар бердім. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.